Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге мини пиццаны көрсететін боламын. Қамыры өте жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге сүт, сұйық май және тұз, ашытқы және қант қажет болады. Ең алдымен сүтті құямыз. Сүттен кейін біз сұйық майды құямыз. Сосын одан соң жаңағы біздің тұз, қант және ашытқы үшеуін бірге қосып, араластырып, жақсылап қамыр жасайтын боламыз. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді оның бетін жауып, жарты сағатқа және 1 сағатқа жылы жерге қалдырамыз. Оған дейін салмасын дайындап аламыз. Бізге 1 жұмыртқа және томат пастасын қоссаңыздар да болады. Сосын ет, сырды қосамыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді оған қамырды алып, біз бөліктерге бөліп аламыз. Шамамен 5 граммдай етіп бөлеміз. Сосын барлығын кішкене зуалап жасап алып, противенге жайғастырамыз. Сосын қамырлардың үстін басып, кішкене дөңгелекше тәрізді формаға келтіреміз. Сосын оның үстіне жұмыртқаны жағамыз. Сосын сіздер оның үстіне томат пастасы болса, соны қоссаңыздар болады. Мен үйдегі томат пастасынан жасалған салатты қостым. Оның үстіне етті саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үстіне шұжықты қойсаңыздар да болады. Сосын барлығын қойған соң, пеште 5-10 минуттай кішкене уақыт пісіреміз. Сосын қайта алып, 5-10 минуттан кейін қайта алып, үстіне сырды себеміз. Сосын қайта 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пиццаларымыз дайын. Өте жұмсақ болып шығады және сырымыз біздің езіліп, әдемі болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астына пікірлеріңізді қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.